Армысыз достар, бүгін сіздермен Ерғанат мырзаны таныстырамын. Тау барыс, яғни жұмсақ ойыншықтармен айналысады. Қазіргі таңда 2017-2018 жылдары Арманда Групп компаниясына келіп, курстарды оқып, одан кейін бізбен бірге әріптес болып жұмыс жасап, қазіргі таңда тікелей заводтан арасында кейбір ойыншықтарды, жұмсақ ойыншықтарды тікелей заводтан алдырып, тапсырыс беріп, өз кәсібін жасауда. Ал Ерғанат мырза, қалай болып жатыр, қалай жағдайыңыз, өзіңіз туралы қысқаша түсіндіріп айтып кетсеңіз? Мен Арман мырзамен Арманда Групп 2018 жылдан бері таныспын. Арман ағамен жалпы осы кісі арқылы қазір сол кезде бастағам. Қазір Тау барыс деген мягкий игрушка магазин ашып, міне қанша уже 5-6 жыл жұмыс істеп келе жатырмыз Арман ағамен. Жалпы Арман аға, сізге көптен көп рахмет. Өзі тікелей, ең бастысы тікелей зауытты тауып береді. Қазір сол арқылы міне 6 жыл жұмыс істеп отырмыз. А так болған негізі посредник. Биылда кантон көрмесіне де барып келдік. Ол кезде де посредник болып шықты міне. Сондықтан Арман ағаға көптен көп рахмет. Тікелей зауыттарды тауып береді. Ерғанат мырза, көп адамның сұрағы, мысалы, қанша теңгемен бастадыңыз бизнесті? Шамалап айтсаңыз. Мен бастаған кезде негізі бастапқы 500 мың теңгемен бастадым. Орта есеппен 500 мың теңгемен бастадыңыз. Қазір таңда дүкеніңізде қанша сома оборотта? Қазір бізде былтыр біз даже сізден 5,5 миллионға, 5,5 миллионнан алдық. Құрметті достар, қараңыздар, бізде Ерғанат мырза өте біздегі крупный оптовиктердің бірі, яғни бір заказ берген кезде 5 миллионға, 3 миллионға, 6 миллионға берген кездер болып отыр. Мысалы, енді сезон мен мүмкін, кей кезде өтеді, кей кезде өтпейді. Орта есеппен оборот қанша теңге сіздерде мысалы? Орта есеппен сезон кезі негізі 20 миллионға дейін барады. Міне достар, қараңыздаршы, не бәрі 5-6 жылдың ішінде 500 мың теңгемен қазір таңда 20 миллион оборотқа шықты. Әрине, бұған шыдамдылық, қайтпас жігер, қаншама мәселелерді шешіп, қаншама қиыншылықтардан өтіп, және де күн түн демей, алдағы уақытта Ерғанат мырза тағы да кәсіп болғаннан кейін достар, алдағы уақытта бұдан да жоғары белестерден көруге нәсіп етсін. Сіздің өзің жаңа Тау барыс немесе басқа да Қазақстанға танымалы, және де әлемге танымалы өзіміздің қазақ жігіттері, қазақ бауырларымыз осындай кәсіп жасап, брендті создавать етіп, тамаша табыстарға жете беріңіз. Сәттілік сізге. Рахмет сізге. Сізге де сәттілік. Рахмет үлкен.